Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз Расул Ғамзатов «Менің Дағыстаным, Дағыстан, сен маған анасың» шығармаларындағы маңызды эпизод. Оқу мақсаты шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау. Ендеше Расул Ғамзатовтың өмір баяны туралы келесі бейнероликке назар аударайық. Расул Ғамзатов 1923 жылы Дағыстанның Қунсақ ауданының Сағада ауылында дүниеге келген. Әкесі Ғамзат Дағыстанның халық ақыны болған. Расул мектеп табалдырығын 7 жасында аттайды. Алғашқы өлеңдерін 1932 жылдан бастап жазды. Абар тіліндегі алғашқы кітабы 1943 жылы жарық көрді. Оның «Менің Дағыстаным» атты кітабы әлем әдебиетінің таңдаулы туындысы ретінде саналады. Жарық жұлдыздар, Тау қызы, Менің атам сынды бірқатар шығармалардың авторы. Абар халқының сүйікті ақыны, Дағыстанның даңқты қаламгері 2003 жылы дүниеден өтті. Қымбат маған елімнің бар даласы, Балтық пенен Сахалиннің арасы, қайда болсын қиям оған жанымды, туған жерден қассын бірақ қабірді. Оқушылар ақынның ана тілі өлеңі және жаңа ғана танысқан мәліметтеріңіз бойынша мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Расул Ғамзатовтың шығармасын көрсетіңіз. А. Менің атым тәуелсіздік. Б. Ғылым таппай мақтанба. С. Жарық жұлдыздар. Д. Шәкірт ойы. Әрине жауабы С. Жарық жұлдыздар. Ана тілі өлеңінде кездесетін дағыстандық тарихи тұлғаны атаңыз. А. Махмұд әл-Байзави. Ә. Мехмет Құсайынов. Б. Әбу Тәліп әл-Сайын. С. Рахман Меджидов. Дұрыс жауабы Махмұд әл-Байзави. Расул алғашқы өлеңдерін неше жасында жазғанын анықтаңыз. А. 8 жасында. Б. 7 жасында. С. 11 жасында. Д. 9 жасында. Дұрыс жауабы Д. 9 жасында. Барлық сұрақтарға дұрыс жауап берген оқушыларға ду қол шапалақ соғамыз. Енді туған жерінен шетелге, Дағыстаннан Францияға арман қуып кеткен суретші жігіттің хикаясын баяндайтын «Менің Дағыстаным» шығармасындағы маңызды эпизодқа талдау жасайық. Сендер абарша сөйлестіңдер ғой деп сұрады менен. Жоқ, біз тілмәш арқылы сөйлестік. Мен орысша, ал сенің ұлың французша. Ұлының өлгенін жаңа естігендей боп, бетін қар орамалмен жауып ала қойды суретшінің шешесі. Үйдің шатырын тырсылдатып, далада жаңбыр жауып тұр. Біз аварияда тұрмыз. Ал жердің екінші жағында, Парижде, Дағыстанның адасқан ұлы да мүмкін жаңбырға құлақ салып отырған шығар. Тап осы сәтте біраз үндемей отырғаннан кейін суретшінің шешесі айтты: сен қателестің, Расул. Менің ұлым баяғыда өліп қалған. Сенің көргенің менің ұлым емес. Менің ұлым өзім үйреткен, абар анасы үйреткен тілді ұмытуға тиіс емес. Ахмет Байтұрсынұлы тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады дейді. Бұл эпизодта ана мыңдаған жылдар бойы ұмытылмай жеткен абар тілінде баласының сөйлемегендігіне қынжылады. Сөйтеді де оны тәрк етіп, бұл өмірде жоқ адамдардың қатарына қосады. Демек, біз де тілімізге деген сүйіспеншілікті жоғалтпай, оны қастерлеп ұмытпауымыз керек. Туған тілім тірлігімнің айғағы, тілім барда айтылар сыр ойдағы,
Өссе тілім, мен де бірге өсемін, өшсе тілім, мен де бірге өшемін дейді Әбділда Тәжібаев. Ендеше оқушылар оқу тапсырмасына құлақ түрейік. Дағыстан, сен маған анасың шығармасындағы маңызды эпизодты табасыз. Бұл эпизодтың неге маңызды екенін түсіндіріп, ойыңызды 3-4 сөйлеммен жазыңыз. Тапсырманы орындап болғаннан кейін бүгінгі сабақ туралы рефлексия жасайсыз. Мен түсіндім, маған түсіну қиын болды. Осымен оқушылар сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.